Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы шешек ауруы. Сабағымыздың мақсаты жануарлардың шешек ауруының қоздырғышын, клиникалық белгілері мен таралу жолдарын, диагностикасы мен алдын алу шараларын қарастырамыз. Шешек ауруы вариола интоксикациямен, қызбамен, тері мен кілеге қабықтарының түйіршіктік, пустулезді бөртпелермен пайда болуымен сипатталатын жіті вирустық ауру. Шешекпен барлық ауыл шаруашылық малдары ауырады, ауруға адам да бейімделеді. Малдың шешегі барлық жерлерде таралған, адам шешегі бүкіл дүние жүзінде жойылған. Қоздырғыштары покс вирустардың тұқымдасы, эпителиотроптық вирустар, қойдың, ешкінің және шошқаның шешектерін вирустың дербес түрлері тудырады, ал сиыр шешегінің вирусіне шошқалар, түйелер, үй қояндары, теңіз шошқалар және адамдар бейімделеді. Шешек вирустарын ұлпалардың культураларында, тауықтың эмбриондарында өсіп өндіреді. Індеттік деректерде шешекке қойлар, ешкілер, шошқа, ірі қара малдары, түйелер, жылқы, тауық күрке тауықтар, көгершін және үй қояндар бейімделеді. Қоздырушының көзі шешекті қабыршақтармен, сілекеймен, көз бен мұрынның сораптарымен вирус шығаратын ауру малдар. Малдардың организміне вирус респираторлық жолмен, терімен, кілеге қабықтар арқылы, кейде ас қорыту жолдары арқылы еніп, яғни сонымен қатар қойдың құрсақ ішіндегі және ауру жұғуы мүмкін. Патогенезінде вирус енген жерінде өсіп өнеді, залалданудан 4 күн өткеннен кейін сөл жолдарымен жеткен қаннан вирусемия табылады. Вирус қанмен тері кілеге қабықтардың эпителиалдық клеткаларына барады, шешектің экзантемасын тудырады. Одан кейін дақтардың орнына түйіншіктер, папулалар пайда бола бастайды. Папулалар күлдіректерге сірлік сұйықпен толған күлдіректер, содан кейін пустулаларға іріңді күлдіректерге айналады. Келесі крупоздық стадиясында пустулалардың ішіндегі кебетте қоңыр, қыртыс қабыршақтар пайда болады. Қабыршақ 5-7 күннен кейін түседі, аурудан айығу басталады. Әр стадияда 1-3 күнге дейін, ал везикульді стадиясында 5-6 күнге дейін созылады. Кейде күлдіректерге қан толуы мүмкін, яғни оны қара шешек деп атайды. Клиникалық белгілерінде малдың шешегі бірнеше клиникалық формада білінеді. Типтік формасы шешек жарақаттарының стадиялық дамуымен сипатталады. Атиптік формада шешек процесі әдетте папула стадиясымен аяқталады. Мұнда малдың жалпы жай-күйінің бұзылуы болмайды. Араласқан шешек малдың жай-күйінің әжептәуір төмендеуімен білінеді. Және пустулалар іріңге толы үлкен күлдіректер жасап қосылады. Геморрагиялық шешек немесе қара шешек деп атайды. Яғни шешектер терімен қан құйылуымен сипатталып, малдың жалпы жай-күйі ауырлап, өліммен аяқталу болады. Ал қойлардың шешегінде жасырын кезеңі 4 күннен 12 күнге дейін, ауру енжарлықпен, температурасының көтерілуімен байқалады. Кілеге қабықтарға қан, кілеге толуымен, содан соң мұрын, көздердің кілеге іріңді сорабымен, демалу мен қан тамыру соғысының жиіленуімен, тәбеттің жоғалуымен басталады. Бірінші 4 күннен кейін бас терісінде, әсіресе көздің айналасы мен мұрынның желбезегінде, желіңде, аяқтардың іш жақтарында және басқа да жерлерде қызыл құрсаумен қоршалған әуелі кішкентай, одан кейін жылдам үлкейтетін диаметрі 12-15 мм-ге дейін папулалар, күлдіректер пайда болады. Яғни олардың ұлпасы өледі, жақын арада түсіп қалып қабыршақтар пайда болады. Өлікседе өзгерістерде терінің және ауыз қуысының кілеге қабығының зақымдануы, шешек бөртпелердің болуымен сипатталады. Ішек қары мен демалу жолдарының кілеге қабықтары, геморрагиялық қабынады, кейде эрозиялар табылады. Асқынған жағдайда өкпе қабынуының, желінсаудың, бауырдың, жүректің, еттерінің дегенеративтік өзгерістерін табуға болады. Яғни
дегенеративтік дегеніміз зат алмасу процесі бұзылып, қалыпты жаңа құрылымын бұзылатын жағдайды дегенеративтік деп атайды. Диагнозды індеттік клиникалық деректеріне қарап негіздеп қоямыз. Қажет болса Морозов әдісі бойынша да боялған папулалардың, ұлпалардың, тамба жағындылардың микроскоппен тексеріп анықтауға болады. Ауруға күдік бар жағдайда элементарлық денешіктерді табылады. Аурудың атиптік формасында биосынама қойылады. Бөлініп алған вирусты нейтралдық, диффуздық, преципитация, иммунофлуоресценциялық реакциялармен салыстырылады. Шешек ауруын қалай емдейміз? Симптомдық әртүрлі майларды жағу арқылы, циник, борлық, салицилдік майларын жағу арқылы және де антибиотиктердің эмульсияларын пайдаланамыз. Екінші, микрофлоралардың тудыратын асқынуларын болдырмау үшін антибиотиктерді қолдануға болады. Күресу және сақтық шараларында шаруашылыққа келген қойларды 30 күн бойы профилактикалық карантинге қоямыз. Шешектен сәтсіз шаруашылықтардан және аурудан сәтсіз елді мекендерге қой мен ешкілерді профилактикалық иммундаймыз. Қойдың, ешкінің, түйенің шешегі шыққан шаруашылықтарды аурудан сәтсіз деп хабарлама жасаймыз. Оларға карантин салынады. Малдарды тексеруден өткіземіз. Аурулар мен ауруға күдікті жануарларды наршалап, оқшаулап емдейміз. Клиникалық сау қойлар мен ешкілерді вакцинация жасап, басқа жайылым учаскелеріне аударамыз. Қораларды күйдіргіш натрийдің 3% ерітіндісімен, 20% ақ ерітіндісімен дезинфекциялаймыз. Шешектен өлген қой мен ешкі және түйелердің өлекселерінің терісі мен жүнін қоса өртейміз. Малды әкетуге тыйым салынатын ешкі мен қойларды карантинді алғашқысында қырықпаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.